Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тастанды бала әңгімесінің 3-ші бөлімі. Достар, қызықты ғибратты әңгімелерімді тыңдағыларыңыз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Әңгіменің жалғасы. Гүлзираның әкесіне жазған хатының ары қарай жалғасы. Дүние мүлік, атақ пен абырой адамды ешқашанда айырбастамайтынына көзім жетті. Ол да қолдың кірі секілді. Бүгін бар, ертең жоқ. Мен адам баласынан қымбат бұл дүниеде ештеңенің жоқ екенін енді ғана түсіндім. Соңғы кезде баламды ойлап еңіреймін. Етегім жасқа толады. Көке, сіз неге осыншама қатыгез болдыңыз? Мен сізді осы уақытқа дейін түсінбей келген екенмін. Басқа не айтам? Сіз менің көңіл күйімді біліп жүрсін деп, бұл хатты әдейі жазып отырмын. Егер балалар үйіне бармасам, бұл хат жазылмайтын байды. Кім білсін? Ойымды ашық білдіргеніме кешірім сұраймын. Мамама, аға жеңгелерім, іні сіңілдеріме дұғай сәлем. Өзіңіздің Гүлзираңыз. Мына қыз қалай көсіледі? Деп бұрын соңды мұндай турашылдықпен бетпе-бет кездеспеген Жайықбай өңі күреңітіп, бір түрлі тосылып қалды. Өзіңнен шыққан перзентіңнің өзіңе ақыл үйретіп, турасын айтатын заман қашан келіп жеткен? Әуелі өзінің қарабасын алып жүрсінші. Бұған пайсыз баланың керегін еді, Құдай-ау. Қателестім дейді. Сонда ол бала асырай ма? Әлде оқуын оқи ма? Түсінбедім. Әлде бізге әкеліп бермек пе? Сонда бұл туралы ел-жұрт не демек? Жайықбай мен Ханымгүл жалғыз қыздарын тәрбиелей алмапты деп, дұшпан көз бәле шешесін ашып күлмей ме? Олай болатынын білгенде, аяқтарын аңдап басып жүрмеді ме? Жігітті жетектеп апарып берген мен емеспін. О несі-ай? Жайықбай іштей түтігіп отырса да, сабыр сақтап ашуын сыртқа шығармауға тырысты. Алдындағы бір парақ қағазды енді сен оқы дегендей, әйелінің алдына ысыра салды. Ханымгүл де хатты оқып шығып, қызының жағдайына көңілі босап, көзіне үйірілген жасты сүртті. Гүлзираның жазғандары ана жүрегін тілгілеп ерне деген наразылығын түйілген қабағымен аларған жанармен білдірген болды. Көп ұзамай күйеуіне деген наразылығын сыртқа шығарды. Кезінде айтып едім ғой саған, жұрт не десе о десін, баласын бауырымызға салып алайық. Гүлзираның өзі ішімізден шыққанда одан туған сәби жат болып па? Сендердің еркектердің жүректері жүрек емес, тас, қандарың қан емес су деп Ханымгүл осы жолы қатты кетті. Қызым дұрыс жазып отыр. Бәріне кінәлі сенсің. Бұл жалғанда кім қателесіп, кім от баспайды дейсің. Гүлзира да сондай қателікке ұшырады. Сол баяғы балаң махаббат жігіттің сырт келбетіне қызығушылық. Бұл жерде нәрестенің ешқандай кінәсі жоқ. Атақ абыройыма кір келеді деп, періште сәбидің обалына қалдың. Сені сол үшін ешкімде қызметіңнен алып тастамайтын еді ғой. Ел жұрт пыш-пыштап, шаршаған соң қоятын еді. Осы уақытқа дейін өзіміздікі жөн деп келген басын осы жолы оңбай қателесті. Жайықбай, кім біледі, ол сорлы баланың кімдердің қолына тап болғанын. Жақсы адамдар болса көріп білмесек те, бізге де Құдай оң көзімен қарар. Енді біз үшін қалғаны сол сәбидің тілеуін тілеп отыру. Бұдан басқа біздің де қолымыздан ештеңе келмейді. Біреулер мойындарына бұршақ сап, өмір бойы Алладан сәби тілеп өтеді. Ал сен не істедің? Қызым дұрыс айтады. Атақ, байлық, қолдың кірі. Ертең тақтан ұшсаң ешкімде керегің болмайды. Осы қашанда есіңде болсын. Ал адамды адам ешқашанда айырбастамай алмайды. Әркімнің бұл дүниеде өз жолы, өз тілегі бар. Тек Құдай кешірсін деп тіле. Тәйт әрі деп онсыз да сіркесі су көтермей отырған Жайықбай ызаға басты.
Байлық деген қолдың кірі дейді. Ендеше талай жылдар бойы жинаған несібемізді бір күні ішінде кір сияқты жуып жіберейік. Сен де алжаса береді екенсің. Қазіргі заманда әрбір пензенің көздегені байлық пен атақ-даңқ. Қалтаң таяз болса сені ешкім де керек қылмайды. Бірінші кезекте тақ, содан соң оның арқасында келетін ақша, байлық. Дүниенің бәрі де, тіпті адамның ары да ақшамен өлшенетін уақыттың келгенін білмей отырсың ба? Ұлы сөзде ұят жоқ. Тіпті қазіргі кезде әйелдердің сезімі де сатулы деп Жайықбай осы жолы артық кеткенін сезе қойып бірден баяу сөйлеуге тырысты. Әрине, Гүлзираны айтып отырғаным жоқ. Ол қыздың қателескені рас, бірақ некесіз туған баланы қалай аламыз? Өзің ойлашы, қатынау. Қазіргі уақытта біреу тоңып секірет, біреу тойып секірет. Біздің қыз тойып секірді. Әкесі жарымаған болса, үлкен қаладан оқымақ түгілі мынау тұрған облыс орталығына да барып қайталмас еді. Оқудың бағасы да қазір удай. Жүр ғой, ақшасы жоқтар мұнда сендей соғысып. Жұмыстары жоқ, жұмыстары болмаған соң ақшалары да жоқ. Ал біздің қыз басына қонған бақты көтере алмады. Оқуда тегін грантта. Оқуын бітіріп алмай, басқасында не шаруасы бар еді? Ауылда жұмыс табылмаған, кейбіреулері қала базарларында тәшкі сүйреп жүр. Кейде сен де босқа сандырақтап кетеді екенсің, Ханымгүл. Жұрттың қызымыз туралы білмегені бізге жаман болды ма? Өсек аяңсыз тып-тыныш отырған жоқпыз ба? Міне, ертеңгі күн жас сәби осында келсін ақ делік. Көзіңе әке, көке деп тұратын жасырын дұшпандар ертеңгі күні Жайықбай мен Ханымгүлдің жалғыз қызы Алматыда оқып жүріп байсыз бала тауып алыпты. Масқара ғой, қыздарын дұрыс тәрбиелей алмаған ба? Деп бәленшесінен ашып күлсін келіп. Мұндай сөздерді естігенше өлгенім артық. Үйде отырған мына саған бәрібір сияқты. Ал бір ауылды басқарып отырған мен ел бетіне қалай қараймын? Осы жағын ойладың ба? Деп Жайықбай сөзінің соңын дауыс көтере аяқтады. Отағасының бір мінезі ұнамаған сәттерде жауабын қатты-қатты айтып тастап, сосын бірден сабасына түсіп, сабырлы қалыпқа енетіндігі еді. Ендігі сәтте егіліп жылап отырған әйелін аяп кетті. Қой енді, соншама көзіңнің жасын төгіп не болды? Жаман ырым бастама, болар іс болды. Өтіп кеткен уақытты кері қайтаратын құдірет жоқ. Осыдан былай жалғыз қыздың тілеуін тілеп отырайық. Қанша дегенмен іштен шыққан шұбар жылан емес пе? Ананың жағдайын тек қана ана ғана түсінеді. Ханымгүл көпке дейін жан толқуынан айныған жоқ. Еріне өзінің езілген ішкі сезімін сездіргісі келмесе де, бозарған жүзінен жасы, тыйылмаған көздерінен Жайықбай жұбата сөйлесе де, әйелінің көңіл күйінің мәз болмай отырғанын іштей сезіп отыр еді. Ерлі-зайыпты дастархан басында өткен әңгімені іштей саралап, тамақтарын үнсіз ішті. Сәлден кейін Жайықбай бөлме ішіне орнаған меңіреу тыныштықты өзі бұзды. Анау үлкен ұлды Жомартты Алматыға жіберсек қайтеді кемпір? Барып Гүлзираның жағдайын біліп келсін. Мен ішімнен осындай түйін жасадым. Ол қыздың бір жылдық академиясы бітіп келе жатыр еді. Қоңыр күзде үзілген сабағын жалғастырады. Әрине ол ақшадан тарығып жүрген жоқ. Ай сайын алып тұратын 40 000 теңге өзіне еркін жетеді ғой. Ал пәтер ақысы төлеулі. Мерзімі біткен соң қайтадан жатақханасына ауыса жатар. Деп Жайықбай, сен не дейсің дегенде әйеліне қарады. Біздің мұнда ештеңе білмеген сезбегендей үнсіз жатып алғанымыз бір түрлі жараспайдақ. Басқа біреу емес, өз перзентіміз. Бұл дүниеде кім қателеспейді? Қазаға ұшыраған ғана қателеспек емес. Тірі жанға қашанда кешіріммен қарап, оның жағдайын түсіне білу керек. Жаңағы соңғы айтқаның көңілімнен шықты. Бірақ Жомарттың қаурыт шаруадан қолы босай қоя ма? Қыруар малға кім иелік етпек? Қожалыққа бас көз боп отырған сол емес пе? Көп ұзамай шөп дайындау науқаны да басталады. Ол қиын да қаурыт жұмыс. Одан Жомартты жұлып алғанымыз дұрыс болмас.
Жайықбай: сонда не дейсің? Қызымның жағдайы маған өте ауыр тиіп тұр. Жүрегімді қынжылтуда. Өзім де оны қатты сағындым. Жомарттың орнына қозғағанды қойып, өзім барып келсем бе деген менде ой туып отыр. Жәке, деп Ханымгүл де күйеуіне сұраулы жүзбен көз салды. Әйелінің сөзі Жайықбайдың да ойынан шыққан сияқты. Бұл туралы Ханымгүлге бажайлап қарап, Жайықбай сөзін әрі қарай сабақтап кетті. Бұл тіпті дұрыс шешім екен деп отағасы қуанғанын жасыра алмай, шайымды қайнатып, кір-қонымды жуып беріп отырған соң, сен туралы ойламап едім деп күлді Жайықбай. Әлгі қазақтың 30 ұлым болғанша осырақ шалым болсын деген мәтелі еркектерге қатысы бар ау деймін. Сені үнемі қасымнан көргім келеді, рас кемпір. Бірақ 5-6 күнге бола жүдеп кетпейін. Сен де бойыңды жазып, қаланы көріп қыдырып кел. Расында Жомартты жұмыстан алғанымыз дұрыс болмас деп, отағасы әйелінің ұсынысын түбегейлі қолдады. Мен де осы жағдайды ойлап отырғам. Жарайды, бұнымыз соңғы шешім болсын деп есептейік. Бұрынғы совхоздың бас агрономы, қазір білдей бір фермер Жомарт бір күн болмаса жұмыс тоқтап қалады. Ондайға жол бермеуіміз керек деп Жайықбай бұл әңгімеге нүкте қойды. Звондап әуелі қыздың жағдайын біліп алсақ қайтеді. Немізбен звондаймыз, бұл жерден сотка да алмайды. Жақында тұрған қара дауыл байланыстың бәрін үзіп кетті емес пе деп Жайықбай әйеліне таңдана қарады. Білем, аудандағы ұлға барып, сол жерден звондағанымыз жөн шығар. Бәрінде реттейміз кемпір. Абыржыма, әуелі молдаға Құран оқыттырып тасаттық беріп, мынау Алланың алаулаған ыстығының бетін қайтарайықшы. Құдай оң көзімен қарап тіршілік атаулыға ылғалы сыйлар. Бұл да білгенің екен деп Ханымгүл осының алдындағы тасаттық туралы әңгіменің іске асайын дегеніне күйеуіне іші жылып қалды. Жайықбай түстен кейін қожалығына барып, бір семіз қара қойды машинесіне тиіп алып келіп, мал қораға қамап қойды. Қорада мал болмаса да Жайықбайдың үйінде жем шөбі әрқашан дайын тұратын. Кешке дейін отағасы қағаз жазып, біраз уақытын анау-мынау шаруалармен өткізіп алды. Дастархан басындағы ерлі-зайыптылардың әңгімелері өздерінің бала-шағалары туралы өрбіді. Бұлардың 3 ұл, 1 қызы бар. Бірінші ұлы Жомарт совхоз тараған кезде біраз дүниені уысынан шығармаған. Жайықбай осы ұлына біраз шаруаның тізгінін ұстатып, осыдан 20-30 шақырым жердегі бұрын совхоздың белді бір шопаны иелік етіп келген мал өрісі кең шөбі шүйгін жайлауды бір өзіне тапсырған. Содан берде талай жыл өтті. 4 түлік малдың саны артып, қазір аудан түгіл облыс деңгейіндегі әйдік шаруашылыққа айналған. Жомарт фермер болғанмен, оның бас көзі осы Жайықбай еді. Күнделікті сүті де, майы да, еті де шаруашылықтан келіп тұрады. Ал екінші ұлы да аудан орталығындағы қаржымен байланысты бір мекемеде лауазымды қызмет атқарады. Кезінде ол да Алматыда жоғары оқу орнын бітірген. Екеуі де үйлі баранды. Жайықбай мен Ханымгүлге екекіден 4 немере сүйдіріп отыр. Үшінші ұлдары Гүлзирадан 2 жас үлкен. Ол да университет бітіріп, Жайықбайдың қарсы болғанына қарамастан әскерге кеткен. 3 ұлына көңілдері толып, тоқмейілсіп отырған Жайықбай мен Ханымгүл қыздарына келгенде ауыздарына құм құйылғандай күмілжіп үнсемей қалысты. Екеуі де жалғыз қыздарының тағдыры осылай болады деп әсте ойламаған еді. Жайықбай мен Ханымгүл таң атырып жолға шықты. Жол үстіндегі екеуара әңгіме жалғыз қыздары Гүлзира туралы болды. Ана жүрегі тағы да қобалжып қоя берді. Оқу басталғанша үйге алып келіп қасыма отырғызып қойғым келеді. Шынымен осындай ойда жүрмін. Қызды қашанғы біреудің үйіне қамап қойып отырамыз. Құдайшылығыңды айтшы, Жайықбай, осылай істеуге бола ма? Азаматым болған соң сені сыйлаймын, абырой беделіңе кір келмесін деймін. Бірақ қанша дегенмен оның да жағдайын түсінген жөн бе деп ойлаймын.
қойшы енді қайта-қайта қақсай бермей деп Жайықбай әйеліне жақтырмай қарады. Шынымды айтсам, осының бәрі менің де жекеме тиіп жүр. Мен ол туралы ойламай жүр деймісің? Қазір барған соң жағдайын білемін. Сөйлесіп бір шешім шығарамыз, деді Жайықбай. Есіңде ме, кемпір? Осыдан 20-30 жылдай бұрын мынау көсіліп жатқан алқапта ақ бөкендер топ-тобымен өріп жүруші еді ғой. Сол сурет көз алдымна елестеп келе жатыр. Әрине есімде, деп күйеуінің ойын түсінген Ханымгүл оның пікіріне қосыла кетті. Көзімізді ашқаннан бері осындамыз ғой. Білем, бәрін де білем. Тіпті қыстың күні ауылға да кіріп кететін. Соның бәрі қайта кетті. Аспаннан жай түскен жоқ қой. Солардың жер үстінен құрып бара жатқанына шындыққа жүгінсек сенің де үлесің бар, Жайықбай, деп Ханымгүл күйеуіне қарады. Сен жер жастандырған бөкендердің киесі мен Гүлзираның басынан көшіп жатқан тауқыметіне байланысы жоқ деп ойлайсың ба? Деп Ханымгүл рөлде отырған күйеуіне күдіктене қарап басын шайқады. Отағасы үндеген жоқ. Әйелінің айтқандарын ой елегінен өткізіп отырған Жайықбайдың бұған келтірер уәжі де жоқ болатын. Бәрі де ақиқаттан алшақ кетпей жатса да не айтып ақталсын. Тек қаншама жыл өтіп кетсе де іштей жасаған ісін мойындап, басын болар-болмас изеп, төмен қарай тұқырайып әйтеуір үндемей құтылды. Аудан орталығына дейін ерлі-зайыпты өз ойларымен өздері болып, бір-біріне қарауға да дәттері бармай үнсіз келді. Бірден аудандық байланыс торабына соғып, Гүлзираның пәтеріне звондауды екеуі келісіп шешті. Қыздарының телефонға жауап бермеуі, шамасы үйінде жоқ болуы керек деп ойлады. Гүлзира жауап бермеген соң, олар сол жерде тұратын ұлының үйіне соғуды шешті. Сөйтіп олар ұлдарының үйіне барып, келінімен, ұлдарымен, немерелерімен қауышып, сол жерде уақыт өткізуді шешті. Немерелерімен қауышқан ата-ана дастархан басына отырды. Дастархан басында Ханымгүл тағы да қызының аққұба жүзін көз алдына елестетіп, оның тағдырын ой елегінен өткізіп, іштей алаңдап отырды. Уақыт өткен сайын көз ұшындағы тіршіліктің бәрі де анық болжана бастады. Осы жерде Ханымгүлдің ойы жалғыз қызы Гүлзираның тағдыры төңірегінде өрбиді. Достар, әңгіменің 3-ші бөлімі осылай аяқталды. Ары қарай Гүлзираның анасы Ханымгүлдің ойы қалай болатынын білгілеріңіз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмаңыздар.